Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылы Бектенбай Қосынов атындағы орта мектепке дейінгі шағын орталық пен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тарих пәнінің мұғалімі Мүлікбаев Амангелді Мұраткажиевич. 8 сынып Қазақстан тарихы. Бөлім Қазақстан тоталитарлық жүйесінің нығаю кезеңінде. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы ұжымдастыру. Зерттеу сұрағы: неліктен ұжымдастыру саясаты ұлы нәубетке әкеліп соқтырды? Оқу мақсаты: күштеп ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдау. Жоспар: ұжымдастыруға дейін қазақ ауылы, ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру, асыра сілтеушілік зардаптары, шаруалардың жаппай ұжымдастыру саясатына қарсылығы, ұжымдастыру қателіктерін реттеу жолдары. Ауыл шаруашылығын коллективтендіру, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, КСРО-да ұсақ жеке шаруа қожалықтарын біріктіру арқылы ауыл шаруашылығын мемлекет мүддесіне толық бағындырып, қайта құрудың теориясы мен практикасы, ұсақ тауарлы шаруашылықтарды кооперациялау идеясының ғылыми коммунизмнің негізін қалаушылар Карл Маркс, Фридрих Энгельс ұсынған болатын. Өндірістік кооперацияның негізгі үш түрі: коммуна, өндірісті қоғамдастыру; артель, жердің, малдың бір бөлігін, ауыл шаруашылық машиналарын, құрал саймандарды біріктіру; ЖӨС, жер өңдейтін серіктер. Голощекин ауылды кеңестендіру ұранымен жаңа революция жүргізуге бағыттады. 1925 жылы. Голощекин ауылдарға 4800 уәкіл жіберді. Астық дайындау барысында 31.000 шаруа жазаланды. 1928 жылғы 1 қазан, 1929 жылғы 1 желтоқсан аралығында 277 шаруа атылды. Қазақстан орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесінің шешімімен 1928 жылғы 27 тамызда аса ірі бай шаруашылықтары мен жартылай феодалдарды тәркілеу және жер аудару туралы декрет жарияланды. 1927 жылы желтоқсанда Компартияның 15 съезі ауыл шаруашылығын ұжымдастыру бағытын жариялады. 1932 жылы көктеміне дейін өлкеде ұжымдастыруды аяқтау белгіленді. 1933 жылға дейін Қазақстанда көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықты отырықшылыққа көшіруді аяқтау көзделді. 1929 жылы екінші жартысынан бастап республикада ұжымшар құрылысы жедел дамытылды. Алғашқы МТС-тер, яғни машина трактор станциялары құрылды. Қазақстанның астықты аудандарындағы колхоздық құрылыстың негізгі формасы ауыл шаруашылығы артелі. Малды аудандардағы колхоз құрудың негізгі формасы жерді бірлесіп өңдеу және шөп шабу серіктестігі. Шұбартау малдың 80% мемлекетке өткізілді. Балқашта 297 мың малға салғырт салынды. Торғайда 1 миллион мал басынан салғырт салдарынан 98 мыңы қалды. Торғайлықтар асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын ұранын көтерді. Мыңдаған адамдарды еріксіз жазалау шаралары. Ақмола округінде сотталғандарды үй ішімен 24 сағатта жер аудару. Алматы, Петропавл округтері қара байкот, шет қақпайлау жарияланды. Ақтөбе, Павлодар округтерінде кедейлерді ұрып соғу, суық су құйып азаптау, суық қоймаларға қамау, ГУЛАГ үйінде жаназа рәсімін өткізу. Мал шаруашылығы күйзелісті шығынға ұшырап 1930-1932 жылы аштық жайлады. 1932 жылғы ақпанда ұжымшар қожалықтарының 87%, жекешелердің 51,8%-і малдан түгел айырылды. Ұжымдастыру қарсаңындағы мал саны 40,5 миллион, 1933 жылы 1 қаңтарда 4,5 миллион мал қалды.
1932 жылы 1 ақпанда Павлодар қаласына саяси жер аударылғандар КСР орталық атқару комитеті төралқасына аштық аяқтары туралы жазды. Аштықтың ауыр көрінісі етек алуда, ит мысық және алуан түрлі өлекселер желініп жатыр. Тірі қалғандардың аштықтан әлсірегені сонша өліктерді жерлеуге шамасы келмеуде. 1929-31 жылдарда өлкеде қарулы көтерілістер болып өтті. 1929 жыл қыркүйек Қарақалпақстандағы Тақтакөпірде, 1929 қараша Қостанай өңіріндегі Батпаққарада, 1930 жылы ақпанда Ақтөбе өңіріндегі Ырғызда, 1929 жылы қыркүйекте Сырдария өңіріндегі Бостандықта, 1930 жылы ақпанда Сырдария өңіріндегі Созақ өлкесінде, 1930 жылы наурызда Алматы өңіріндегі Сарқандта болып өтті. Реттеу жұмыстары жүргізілді. Жасанды жұмшалар таратылды. Астықты аудандарда коммуналар орнына артельдер ұйымдастырылды. Күштеп қоғамдастырылған мал мүліктер қайтарылды. Отырықшы аудандарға 2 миллион пұт астық және 130 миллион сом ақша бөлінді. Ұжымдастыру бағытының екі жағы болды. Бірінші, шаруалар мафияларға кіріптарлық пен күйзелістен құтылды. Екінші, көшпелі өркениет ерекшелігі ескерілмей, күштеу әдісімен жүзеге асырылды. Ұжымдастыру салдары. Ауылдың ғасырлар бойы қалыптасқан өмір салтын күйретті. Қазақ қоғамының әлеуметтік негізі жойылды. Ғасырлар бойы көшпелі өркениет жасаған тіректер қиратылды. Үйге тапсырма. Бірінші тапсырма сәйкестендіру. Екінші тапсырма ақиқат жалғандығын анықтау. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.